Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін сөзбен емделу құпиясы туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Шығыста адамның өз ойлары тудыратын қасіретті, тіпті ең жаман дұшпанына да тілемейді деген сөз бар. Ежелгі тәуіптердің бірі Авиценнада дәрігерлердің ауруды емдеуге 3 құралы бар: сөз, емдік шөптер, пышақ деп айтқан. Байқағанымыздай бірінші кезекте сөз. Париж ауруханаларының бірінде жас психолог Эмили Кей өз пациенттеріне күніне 3 уақыт ойша және ауызша 10 рет «мен күннен күнге жақсарып жатырмын» деп айтуға бұйрық берген. Және бұл сөздерді жаттанды қайталамай, мүмкіндігінше айқындап, сеніммен айтуға тырысу керек болған. Бұдан не шықты дейсіздер ғой? 3 айдан кейін осы дәрігердің пациенттері аурухана дәрігерлерінің басты әңгімесіне айналады. Ал кейін тіпті Франция жұртшылығын шулатты. Ғажайып сияқты көрінгенімен, анығы сол. Ауыр халде жатқан аурулар 1 ай бойы ішінде жазыла бастаған. Ал кейбіреулері отаның да қажеті болмай қалған. Яғни, ежелгі ұлы ғалым Парацельстің ғажайыпты сенім жасайды деген сөздер ақиқатқа айналды. Біздің денсаулығымыз адам ойына тікелей байланысты. Адамның психикалық және физикалық жағдайының арқасында байланыс бар екені бүгінде ешкім жоққа шығармайды. Өз денсаулығына сенім мен жағымды эмоциялар барлық аурулардың, кез келген жұқпаның алдын алады дейді психологтар. Жаман ойлардың күйрету қасиеті бар. Мысалы, ашу, ыза, асқазан ішек жолдардың ауруын тудырады. Өкпе реніш уақыт өте келе бауыр, ұйқы безі, холестерин ауруларын тудырады. Психологиялық маңызды заңдардың бірі былай дейді: махаббатыңды, сүйіспеншілігіңді және масаттануды сөзбен жеткізгенде, естігенде адам бұл сөздерден өмірлік энергия алады. Ал керісінше зұлым және жаман сөздер тыңдаушының энергиясын қашырады. Жаман ойлардан туындайтын аурулардың саны күн санап өсуде. Оларға төтеп беру үшін ежелгі даналардың кеңесін қолданысқа енгізуіміз керек. Қаншалықты ауыр болса да өмірге риза болу керек. Сонымен, адамның денсаулығы, өмірі мен тағдыры оның ойына тікелей байланысты. Жақсы ой ойласаң жақсы боласың, жаман ойласаң жаман болады. Әрдайым ойлайтын ойларымыз дәл солай болатынына сенім тудырады. Және сол сенім сондай оқиғаның болуына жағдай жасайды. Сондықтан бүгіннен бастап тек жақсы ойлап, тек жақсыға үміттенейік. Инфаркт пен жүрек жетімсіздігінің алдын алатын америкалық маман, кардиолог Роберт Эллисон алтын 2 ережені ұстануға тырысыңыз. Бірінші ереже: болмашы дүниеге ашуланбаңыз. Екінші ереже: бәрі болмашы дүние. Егер сізге осындай видеолар ұнайтын болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сөз сізге қаншалықты әсер етеді?